Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Осы видеода сірне тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге құйрық май қажет, немесе малдың іш майын пайдалансаңыздар болады. Тағамға ерекше дәм береді. Мен қойдың қабырға еттерін пайдаландым. Жуа, картоп, морковь, сладкий перец қостым. Қайсысын көбірек жақсы көресіз, соны көбірек қосыңыздар да болады. Ең алдымен қазанымызға майымызды қойып аламыз. Шамамен 2 елідей болу керек. Әзірше менің каналыма жазылып, лайк басып жіберуді ұмытпаңыз. Осылай бір тегіс қылып, барлығын астына салып аламыз. Мықты аз болмасын, өйткені тағамымыздың асты күйіп кетуі мүмкін. Бұрыш тұздаймыз, бұрыштаймыз, етімізді саламыз. Етіңіз тұздалмаған болса, тұздап жіберіңіз. Мен етті 2 бөліп салдым. Арасына жуа салып, тағы да қалғанын салдым. Тұздадым, және де қалған жуамды қостым. Келесі картопымызды саламыз. Тұздаймын. Морковь саламын. Сладкий перецті саламын. Тұздаймын. Қалауыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Лавар жапырағын салдым. Бетін осылай капустамен жақсылап жабамыз. Алдымен отымыздың астын барынша ашамыз. 15 минут осылай қойып аламыз. 15 минут қатты отта тұруы қажет. Он 15 минут өткен соң отымызды азайтамыз. Жай отта 3 сағат тұруы қажет. Тағамымыз дайын болды. Алдымен видеода көрсетілгендей капусталарымызды жан-жағына салып аламыз. Етімді сорпасына араластырдым, жақсылап бірлет. Соң бетіне салып шықтым. Өте жақсы болып, етім жұмсақ болып пісті. Жасап көріңіздер осы тағамда. Өте дәмді болып шығады. Укроппен және жуаменен бетін әсемдедім. Өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.